Баршаларыңызға сәлем. Бүгін біз қытырлақ бауырсақ жасаймыз. Оның құрамына жұмыртқа, шекер, шым тұз қосып, көпіргенше жақсылап араластырамыз. Қытырлақ бауырсағымыз көлемді болу үшін соданы уксуспен гасит етіп қосамыз. ұн қосып, қамырды жұмсақтау қылып иілеп, жарты сағатқа демалдырып қоямыз илеуі қанғанша. Қамырды жұқалау етіп жайып, барынша жұқалау болсын. Сол кезде қытырлақ бауырсақ қытырлақ болып шығады. Содан кейін арнайы бауырсақ кесетін құралмен алып, мынандай ұзынша қылып кесеміз. Әркім өз қалауынша кесуге болады. Біз бүгін 3 бұрышты, сосын ши бауырсақ етіп кесеміз. Ши бауырсақтарымыз дайын. Қызып тұрған майға қуырамыз. Ол сарғыш кезінде сүзіп аламыз. Біздің қытырлақ бауырсақтарымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.